түнеп жатқан тарихи кезеңде мектеп табалдырығын алғаш аттап отырған бүлдіршіндер және дарынды жастар. Армысыздар. Мектебіміздің тарихында алғаш рет білім күнін, алғашқы қоңырау салтанатты іс-шарасын онлайн форматта өткізіп отырмыз. Онлайн салтанатты жиынымызға қош келдіңіздер. Міне, жайдарда да жайсан жас аяқталып, мамақта да соңыра күрен күз келді. Ендеше, сіздерді күз мезгілінің алғашқы мерекесімен, білім күнімен, жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймыз. Учебный год был урожайным для нашей школы. Много побед в областных, республиканских олимпиадах и научных проектах принесли школе ученики школы Дары. Түркістан облысы Адами әлеуетті дамыту басқармасының Кентау қаласындағы мамандандырылған дарын мектеп-интернатының 2019-2020 оқу жылы бойынша мектеп жетістіктеріне тоқталар болсақ, республикалық жаратылыстану математикалық циклы бойынша 12-ші президенттік олимпиадасының өңірлік кезеңінен бірінші орын, екінші орын алып, ал республикалық кезеңінде Үсен Ерәлі екінші орын, Элькинова Камила мақтау қағазымен марапатталды. Менің кішкентай отаным жас тарихшылардың облыстық интеллектуалдық конкурсында ұжымдық топ 3-ші дәрежелі дипломды иеленді. 3-ші республикалық Қаныш Сәтбаев атындағы химия пәнінен республикалық олимпиадасында Жұмадулла Мадина екінші орын, Асамова Севара мақтау қағазы. Ал республикалық кезеңде Жұмадулла Мадина ерекше білім деңгейін көрсеткен үшін мақтау қағазымен марапатталды. Республикалық ғылыми жоба сайысының облыстық кезеңінде бірінші орын 11, екінші орынды 15, үшінші орынды 25 оқушы иеленді. Ал республикалық кезеңінде екінші орын 9, үшінші орын 3, ерекше еңбектерімен 17 оқушы мадақтамамен марапатталды. Сонымен қатар облыстық пән олимпиадасында бірінші орын 6, екінші орын 10, үшінші орын 9 оқушы иеленіп, 3 оқушымыз жоғарғы білім беру оқу орындарының грант иегері атанды.
Өмірбек Жолдасбеков атындағы математикадан және механикадан зерттеу жұмыстарының халықаралық конкурсынан Үсен Ерәлі 1-ші орын, Әшірмет Айдын және Сұлтанбек Жібек 2-ші орын, Шарапетдинов Тимур 2-ші орын алып, Дүйсен Ақерке, Нұрымбетова Нұрай, Бабаханов Шахрух, Ахметова Диана, Сапаева Диора мақтау қағазымен марапатталды. Ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі бойынша орта балл көрсеткіші 104 балды құраса, бітірген түлектеріміздің 90% мемлекеттік грант иегері атанды. Дарын мектебінің түлектері әр оқу жылында жаңашылдықпен бастап, жыл соңын жетістіктермен аяқтайды. Бұл біздің мектеп ұжымының теңдессіз тәлімгерлеріміздің еңбегінің жемісі. Қаламызда орналасқан білім саласында өзінің айшықты орны бар. Облыс, республика, тіпті алыс жақын шет мемлекеттерде облысымыздың абыройын биікке көтеріп жүрген Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту басқармасының Кентау қаласындағы мамандандырылған Дарын мектеп-интернаты. Осы мектебіміздің өркендеуі мен дамуы үшін аянбай еңбек етіп, оларға жетістіктерін жетелеген мектеп директоры Бадарова Нұргүл Есқалиқызына сөз кезегі беріледі. Дорогие ученики, уважаемые родители, учителя, поздравляю вас с Днем Знаний, с праздником 1 сентября. Этот праздник для всех нас проходит непростое время. Я искренне надеюсь, что все мы прошли этот сложный этап жизни, находясь в максимально безопасных условиях для здоровья. Дорогие ребята, нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое. Человек овладевает науками и знаниями тогда, когда всем своим существом стремится к истине и правде, пытаясь понять самую сущность явлений. Это в своих словах назидания сказал великий Абай. Уважаемые родители, поздравляю вас с Днем Знаний. Желаю, чтобы ваши дети были настоящей гордостью, чтобы каждый из них открывал свои индивидуальные способности и таланты, а вы всегда поддерживали их и помогали во всем. Этот учебный год принесет нам не только добрые эмоции, большие успехи, а хорошее настроение и радость. Терпения вам, дорогие родители, крепкого здоровья, благополучия и прекрасных отношений с детьми. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев адам баласының бүкіл ғұмырындағы ең сенімді және ең сабырлы серігі кітап деген болатын. Ендеше Ерасыл білесің бе, кітап адам баласының өмірлік досы, таусылмас азығы екендігі әрбір оқушыға жеткіншек білсе екен деймін. Себебі еліміздің ертеңі жастардың қолында. Кітап рухани қазына, замана сыры, тарих шежіресі. Оқу тәрбие құралы. Артық білім кітапта ерінбей оқып көруге деп Абай Құнанбаев атамыз айтпақшы. Адам баласы үшін кітап тілсіз тәрбиеші. Ұрпағым даналықтың іргетасын, өнердің қыр-сырын, ақыл-ойдың қадірін кітаптан ізде, ізгілікті зерделе. Сенің игілікке жету жолың кітаптан ғана бастау алады.
нашей школы. В этот день вам немного страшно, интересно и необычно, ведь у вас начинается новая жизнь. Пускай она станет незабываемым путешествием в страну знаний. Желаем найти здесь хороших друзей, открыть целый мир новой информации, в полной мере раскрыть свои таланты и способности. Трудолюбия, терпения, хороших оценок, увлекательных уроков и веселых моментов. Добро пожаловать в новый мир под названием Дарын. Қазақта жүзден жүйрік мыңнан тұлпар деген жақсы сөз бар. 7-ші сынып оқушылары, біз сіздерді мектебімізге қош келдіңіз дей отыр, алғашқы сынақ емтиханынан сүрінбей өтіп, Дарын мектеп-интернаты шәкірттері атануыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Бар мектептің басталар бүгін жыра. Бақ қоңырау шақырып ұғымдыны. Жаңа ғасыр алдында ұстаз шәкірт. Құтты болсын бүгінгі білім күні. Звенит звонок, все громче, все слышней. Какая трель над миром разливается. Ты думаешь, распелся соловей, а вот и нет, уроки начинаются. Алғашқы қоңырау соғу құрметті мәртебесі облыстық республикалық пәндер олимпиадасының жеңімпаздары, алтын белгі, төс белгісіне үміткер оқушыларымыз
Әлібеков Ақылбек пен Абуталипова Разияға беріледі. Болашақтың кілті, елдің ертеңі, білімді жастар. Бүгінгі жас болашақ Қазақстанның жанды бейнесі. Бүгінгі жас ертеңгі ел тізгінін ұстайтын тұлға. Дарын мектебінің шәкірттері, іні қарындастарым. Елімізде болып жатқан індетке байланысты қашықтықта білім алуда. Әрбір уақыттарыңызды тиімді пайдаланып, білім қорын тереңдетуде аянбай еңбек етуге шақырамын. Аяулы ұстаздарымыз, аяулы шәкірттеріміз, біз сіздерді бүгінгі білім күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Шары, конечно, волшебные. Станет ли сказка былью, зависит от каждого из нас. Красный шар – это символ чувства и эмоций. Пусть они будут всегда у нас позитивные, искренние и добрые. Ақ шар бұл білім мен интеллекттің символы. Білімдеріңіз шыңдалып, интеллектуалды потенциалдарыңыз жоғары болып, олимпиадаларда, интеллектуалды ойындарда, әсіресе емтихандарда көрсеткіштеріңіздің жоғары болуын тілеймін. Желтый шар – символ творчества и фантазии. Пусть от реализации наших творческих проектов наша жизнь станет ярче и интереснее. Шар көшбасшылықтың символы. Оқуда, спортта, шығармашылықта жаңа жетістіктерге ұмтылу. Мақсат қойып, алға бір команданы бастап шығу қазіргі қоғамға ең қажет нәрселердің бірі. Әрқайсыларыңыздың бойыңызға көшбасшылық қабілеттің дамуына тілек білдіреміз. Синий шар – мир без потрясений и невзгод. Счастье в каждом нашем доме, в том числе и в нашем школьном. Отпуская в небо эти шары, будем верить в себя, в свою семью, в школу, друзей, лучшее, что есть в каждом из нас. Оқушылар, сендерге артар міндет көп. Көтеріңдер мектеп атын құрметтеп, білім көзін аша білсең тереңнен, жетелейді армандарға бұл мектеп. Осымен бірінші қыркүйек білім күніне арналған мерекелік іс-шарамыз өз мәресіне жетті. Білім күні құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Уважаемые учителя и ученики школы Дарын, мы еще раз поздравляем вас всех с началом учебного года и желаем вам всего самого хорошего.